Яғни шариғатымыз еңбек еткен адамдарды жақсы көреді. Адал еңбек маңдай тер дейді ғой қазақ. Адал еңбек маңдай тер, ол дүние Алла Тағала сақтап қояды. Ешқашан біреудің қолына кетпейтін қылып қояды. Неге кейде бір адамдар сондай тоналып жатады? Тонап кетіпті, үйі бірдеңе болып кетті деп жатады ғой, Құдай сақтасын. Адал еңбекпен келмеген нәрсе сол арам жолмен кете береді сондай болып. Адал еңбекпен келсеңіз, тіпті қалтаңыздан сол нәрсе түсіп қалса да, біреу арқылы сол қайтадан сізге әкеліп береді сол нәрсені. Мынауыңыз түсіп қалыпты ғой деп. Өйткені адал еңбекпен алғансың ғой сен бұл нәрсені. Егер мынаны арам жолмен алсаңыз, біреуді тартып алсаңыз, онда біреу де сізден тартып алады бір күн. Немесе қалтаңнан түсіп қалады, таппай қаласың, кейін айтатын жауабымыз садақа деп қояды. Қалтасынан портфель түсіп қалса, садақа деп қояды. Ал сол бар кезде бермейтін соның ішіне шығарып.